мазмұнның байлығына да ерекше назар аударады. Өзінің қорғаған материалын қаншалықты деңгейде алып шыға алды, қаншалықты жеткізе алды. Соны басшылық ала отырып, енді мынадай қорытындыға келіп отырмыз. Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжде өткен бірінші курстар арасында табиғатты қорғау біздің қолымызда атты байқауына қатысып, 3-ші орынға ие болған 109-ші топ Садикова Элеонор. Осы мәтінде 2-ші орынға ие болған 104-ші топ Акимова Зульфия. Бірінші орын 102-ші топ